маникюр жасаса да уже жетіп жатыр да ақшасы. Ал енді тағы да мынандай бізде возражениялар бар ғой. Ой, ол Астанада тұрады, столица. Ой, мынау Атырауда тұрады ғой, Атырау нефтяной қала деген сияқты, иә, сондай возражениялар да болады. Бізде ауыл аймақтан да лидерлар шығып жатыр. Мен мына жерде Тараз қаласының лидерін таныстырып өткім келеді, Ақтоты. Жалпы Тараз қаласы статистика бойынша Қазақстанда ең әл-ауқаты төмен, айлық табысы төмен, жұмыссыздықтың бірінші орында орын алған аймақтардың бірі. Өте бізде шынымен де Тараз халқының жағдайы өте қиын деп айта аламын. Сол қаладан міне тағы бір лидер, қарапайым ғана келіншек, кішкентай екі бөпесімен келген. Бұл кісінің енді жолдасы бизнеске қарсы болғанда, енді еще как қарсы болған ғой. Ана кошелек или жизнь дейді ғой. Энел или я деген ғой, в общем. Шапалық болмайды екен. Екеуі де таңдадыңыз ба? Қайырлы кеш. Барлықтарыңызбен танысқаныма қуаныштымын. Әркімнің оқиғасы ерекше. Оңай болған жоқ. Энел ол жерден адам сенгеннен емес, уақытты жоғалтудан қорқу. Мынау менің компанияда 5-ші саяхатым екен. Шетелге 5-ші кеше санасам. Супер. Самолетта отырып, мере біз Москваға, Сочиға, Турцияға сөйтіп санап жатырмын. Новосибирск. Бесеу болып қатты ғой дейді. Даже Новосибирск бар еще. Сондықтан кедергі ол болды. Сенбеген адамдар болды. Ең бастысы ол менің туыстарым, жолдасым сенбеді. Ол қалыпты жағдай. Себебі сетевой десе, ат-тонын ала қашатын, сетевой десе ең біріншіден маған анау Эйвонмен далада тұратын, сумкамен пакет көтеріп жүретін адамдар елестетін маған. Мен тура сіздер сияқты сетевойдан қашатын адам болған. Бірақ та ең бірінші бұл жерге келгенде кез келген келіншек бірден маркетингті түсінбейді. Маған Ардақ ханым 70 пиви жасап әр адамнан 4200 аласын дегенде, мен 70 адам тіркегем. 70 адамды қалай тіркедім? Әкел удостоверениянды, әкел, мен күшті бизнеске 70 адам тіркеймді. 70-ті 4200-ге көбейтіп, осы айда айлығым мен 294-тің қандай керемет жұмысқа кіріп алғам дейтінші. Сонда мен жолдасым бұл лохотрон деді. Бұл жерде бар ғой, ең бірінші мен жолдасым енді бұл жерде андай. Қазір айтады ғой, Ардақ апке айтады, Гаухар апке айтады, Мерейді бір монстр сияқты көретіміз, жақсы екен ғой дейді. На самом деле мен жолдасым өте алтын кісі, вообще алдамаған. Бірақ та ол кез келген адам сияқты, даже маған да бір жерден күмән ол кез келген сізде де болады. Маған мына жерде бір магазинде, мына жерде акция, қымбат магазинде акция болса, біз бірден күмән, неге ода акция? Сұрау өткеткен ба деймін ғой. Сол сияқты мен жолдасым сенбеді. Бұл өтірік бизнес, ақшамен бір рет алдайды, екінші рет не істемейді деп. Сол кезде мен қалай жұмыс жасадым? Маған Инстаграм жоқ болатын ол кезде. Инстаграмды мен өшіретінмін жолдасым келген кезде қайттан загружать ететім оны. Енді представляйте, Энелдан білесіздер ғой, бір күнде қанша смс келеді. Азанда анау Инстаграмды скачать еткенде анау загружаться етпейді. Мен кәдімгідей не қылатыншы. Одан кейін жұмыс бала, например, айтады ғой, маған айтады, баламды тастайтын ешкім жоқ, баламды қайда тастайым дегенде мен сылтау айтпаныш деймін. Себебі мен 2 баламен офиске баратын, садикке бармайтын. Ардақ ханым кейбір кезде вебинар өткізетін кезде өсетін, тоты балаларыңды садикке бермейсің ба деп айтқан кездеріңіз болды. Мен жиналыс жасап отырсам, балалар терезеден тақ-тақ тоқылдатып тұратын ғой. Қызық болатын балаларым, коробкаға мініп алып, коробкаға біреусін салып, сүйреп жүретін. Сол кезде мен ешкімге қарамадым. Мен даже папама шай бергенде папам айтатын, қызым, елдерді алдасан алда, бірақ бізді алдамайды. Ол кез келген жерде күмән, сенбеушілік, ол кез келген. Ең бастысы мен сендім, мен қаладым, мен жасадым. Ешкімге қараған жоқпын. Себебі сіздің қанша жерде жақын
жолдасыңыз болсын, атаңыз болсын, папаңыз болсын, ата-анаңыз болсын, әркімнің өзінің арманы бар, әркімнің өзінің мақсаты бар. Ата-анаңыз сізді жеткізсем екен, жетсе екен дейсіз, сіз ата-анаңызды жаңағы ар жаққа жіберсеңіз екен, олардың қалаған алып берсең екен деп, әркімнің өзінің арманы бар. Тура сол сияқты Ардақ ханым айтады, мен арманымды сатқан жоқпын, мен жасадым, қаладым. Қазір міне көрдіңіздер, жолдасым екеуміз қол ұстасып осы Турцияға келдік. Сол себептен қыздар, ең бастысы сеніңіздер, жасаңыздар, уақытты жоғалтудан қорықпаңыздар. Ал Ақтоты ханым, сіздің Ақтоты, сенің айлық табысың қанша қазір? 2 миллионнан асады. 2 миллионнан асады. Супер. Молодец. Ал ең барлығы